Еркектің басына нелер келіп не кетпейді дейді. Royal Floors гүл орталығымызда в общем жабатын болып шешіп жатырмыз. Бірақ енді кез келген дүниенің қайырлысы бар дейді ғой. Жаңа точкеге ауысайын деп жатырмыз. Бірақ енді ол жөнінде толық келесі видеода айтып берем. Мен енді Royal Floors туралы айтайыншы сіздерге бүгін. Бизнестегі жаңа қырларын ашты ғой маған. Жаңа бизнестегі ше. Мысалға, мен бұрын соңды бизнесте көрмеген проблемалармен жолықтым ғой, кәдімгі ойлансаңызшы. Мысалға енді Алтын Орда бізде құрылыс заттар магазині ғой бір. Андай еркекше да, клиенттердің өзі еркектер, андай бір жолдас балам сияқты өзінің бизнесім бар ғой бір. Андай шегемен тарс ұрдың болды, шешілді, басына балғамен қойып қалды деген сияқты жесткий да. Ал мына жақ гүлдер да, клиенттер әйел адамдар, нәзік, бір өзінің бір қыры бар екен. Бұл жақта да мысалға бір пример келтіріп кетейінші сіздерге бар ғой. Әйел адамға постоянно өзінің бір расходтар кетіп тұрады. Ер адамға расход кетпейді ғой, бір курткасын киіп алады, жүре береді деген сияқты. Әйел адам уходы бар, басқасы бар деген сияқты. Бұл жерде де 2 айдың ішінде 600 000 теңге өзінің списаниясы болды ғой. Расходының өзін қарасаңызшы енді. Оған бір көңіл аударып тұру керек, суын құю керек, гүлді бір еркелетіп тұру керек, онымен сөйлесу керек. В общем, сондай екен да. Жүріңіздерші достар, мен сіздермен лучше соның ішін таныстыра кетейін. Магазин жабылайын деп жатқан кезінде сіздермен таныстырып отқаным қалай кетті. Бізде основном эквадорский гүлдер, андай Қытай дегендер, енді Қытайларда бар, шыны керек. Олар 200 теңге сондай ғой. Ал мына Эквадордың гүлдері бөлек болады, ұзақ тұрады. Иісінің өзі бөлек болады да, и видінің өзі әдемі кереметтей болады. Бізде сапалы, качественный гүл іздесеңіздер, осында Эквадордың основном гүлдері, мына жағы витрина. Алла қаласа ертең новый точканы сіздерге көрсететін болам. Ол жердің енді витринасы, дизайны бөлек болады. Ол жайлы келесі рилстарда сіздермен міндетті түрде бөлісіп отыратын болам. Жаным, Роялда бір менің екінші әйелім сияқты, бұл да бір ерке. Жаңа айтып отқан холодильник істемей қала береді деп отқан. 4 рет істемей қалды ғой, мына холодильник бар ғой. Істемей қалады. Қайта екінші холодильнигіміз бар. Резко сояққа көшіреміз, нан істеп аламыз, қайттан алып келеміз. В общем, ерке бұл жақта. Қимай тұр бір жағынан бар ғой, мына жерде күшті іші бар ғой. Айтпақшы, біздің жаңадан ашылып отқан точкамызды, дизайнын, қалай құрылыстың жүріп жатқанын, лайфхактарын барлығын алдағы уақытта рилс қылып, сіздермен бөлісіп отыратын боламыз. Қандай проблемалар болғаны, қандай шешімдер болғаны міндетті түрде сіздермен бөлісеміз. Сондықтан да лайктарыңызды басып, қолдауларыңызды аямаңыздар достар.